Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 75-ші сабақ «Жердің жүрегін тыңдайық» тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма талқыла. Қалай ойлайсыңдар? Жер ғаламшарында қандай экологиялық мәселелер бар? Балалар, жер ғаламшарында көптеген экологиялық мәселелер бар. Ол бірінші ауаның ластануы, яғни зауыттар мен көліктерден шыққан түтін ауаны ластайды, иә? Екіншіден, судың ластануы. Бұл өзендер мен көлдерге қоқыс пен зиянды заттар тасталады. Үшіншіден, ормандардың азаюы, яғни ағаштарды көп кесу табиғатқа зиян келтіреді. Яғни балалар, ағаштар бізге таза ауа береді, иә? Олар жаңағы лас ауаны өзіне сіңіріп, өзінен таза ауа шығарады. Яғни ағаштардың кесуі, ормандардың азаюы бұл бізге кері әсерін тигізеді. Келесі, қоқыстардың көбеюі, яғни бұл пластик пен тұрмыстық қалдықтардың жерді ластауы. Сондықтан балалар, адамдар табиғатты қорғап, қоршаған ортаны таза ұстауы қажет. Мінекей балалар, осындай жер ғаламшарында экологиялық мәселелер бар екен. Түсініп оқы, жер ғаламшарына қамқорлық жасаймыз. Аспан көзге көрінбейтін атмосфераның бөлігі. Жердің үстіңгі жағындағы атмосфера қабатының қалыңдығы 500 километр. Жер адам баласының тіршілігіне қолайлы ауасы бар ғаламшар. Ұшақтар қанаты да жетпейтін аспанда озон қабаттары бар. Бұл біздің ғаламшарды күннен қорғайтын сүзгі. Ол күннің алапат ыстығын өзіне сіңіріп тұрады. Жылыжайлық әсерді ғалымдар ауа температурасының жоғарылауынан деп түсіндіреді. Жаһандық жылыну жер шарына төнген қатерлі құбылыс. Жерде өте ыстық болса, мұздықтар ериді. Теңіз жағалауын су алып, қалалар су астында қалуы мүмкін. Адам баласы жер бетіндегі мәселелерді шешумен айналыса бастады. Ол үшін су, ауа, жер тазалығын сақтап, ғаламшарымызды аман алып қалудың жолдарын іздеуде. Жылу көзінің бірі табиғи көмір. Үлкен қалаларды қыс маусымында жылыту үшін мыңдаған тонна көмір жағылып, ауа ластанады. Көмірді жаққан кезде ауаға зиян қалдықтар тарайтыны белгілі. Ал табиғатта адам әлі игермеген электр қуаты бар. Мысалы, күн күркіреп, найзағай ойнаған кезде көрген шығарсыңдар. Сол жарқ-жұрқ еткен найзағайда өте күшті электр қуаты бар. Әзірше оны адам игілігіне жарату мүмкін болмай отыр. Ғылым мен техника жаңалығы адамның өмірін, тұрмысын жеңілдетуде. Күнделікті өмірде электр қуатымен жұмыс істеп тұрған заттар көп. Қазіргі заманда өмірімізді электр қуатынсыз елестету мүмкін емес. Түймесін басып қалып, көгілдір экрандағы хабарды тамашалайсың. Киімді үтіктейсің. Телефоныңды қуат көзіне қосасың. Бәрі электрдің ғажайып мүмкіндігінің арқасында. Бүгінгі заманның электр станциялары туралы не білесің? Әрине, ол да адам баласының ойлап тапқан жаңалығы. Олар атом, жылу, су, жел электростанциясы. Мысалы, жылу электростанциясы арнайы пештерде көмір, мазут, газ жағу арқылы қуат өндіреді. Су электростанциясы тау өзендерінде бөгет салу арқылы жасалады. Бөгеттен құлап аққан судың күші арнайы құрылғылар арқылы электр қуатын шығарады. Ал жел электростанциясы кәдімгі желдің күшімен жұмыс істейді. Электр қуаты оңайлықпен пайда болмайды. Электр қуатын үнемді пайдалану керек. Қазіргі кезде ақылды қала жобасын жасаушылар қуат көзін үнемдеу мүмкіндігінде іске асырып отыр. Мысалы, қалада жарық көздері ғимаратқа адам аяқ басып кірген кезде өзі жанып, шыққан кезде өзі өшеді. Балалар, бұл мәтін балалар энциклопедиясынан алынған. Екінші тапсырма, жер ғаламшарының шешілмеген мәселелері туралы мәтінде не айтылған? Балалар, мәтінде жерде жаһандық жылыну, ауаның ластануы, мұздықтардың еруі сияқты экологиялық мәселелер бар екен айтылған, иә? Көмір жағу салдарынан ауаға зиянды қалдықтар тарайды.
Мінекей осы айтылған. Одан кейін, егер жер қатты жылынса, мұздықтар еріп, теңіз деңгейі көтеріліп, кейбір қалалар су астында қалуы мүмкін деген сияқты экологиялық мәселелер айтылған. Яғни бұлардың барлығы шешілмеген мәселелер болып табылады. Үшінші тапсырма. Қалай ойлайсың, адамға жылу көздерінің қайсысы ыңғайлы әрі қолайлы? Балалар, менің ойымша, адамға электр энергиясы, су және күн энергиясы сияқты табиғи жылу көздері ыңғайлы әрі қолайлы болып келеді. Олар табиғатты ластамайды және адамға қауіпсіз. Сондықтан осындай энергия көздерін пайдалану тиімді деп ойлаймын. Келесі 4-ші тапсырма талда. Балалар, электр қуатынсыз өмір сүру өте қиын. Себебі жарық болмайды, кешке қараңғыда отыруға тура келеді. Теледидар, тоңазытқыш, телефон сияқты құрылғылар жұмыс істемейді. Сондықтан электр қуаты адамдардың күнделікті өмірінде өте маңызды. Дәлелде. 5-ші тапсырма. Ғылым мен техника жетістіктері арқылы адам жер ғаламшарының мәселелерін қалай шешеді? Балалар, адам ғылым мен техниканың көмегімен табиғатты қорғауға тырысады. Мысалы, жел электр станциялары, электр пойыздар, метро, электр шамдары сияқты құрылғылар электр қуатымен жұмыс істейді. Олар табиғатты аз ластайды. Сонымен қатар энергияны үнемдейтін жаңа технологиялар қолданылып, адамдар жерді қорғауға үлес қосады. Құрастыр. 6-ші тапсырма. Электр мен көмірдің атынан айтыс ұйымдастырыңдар. Көмір. Мен көмірмін, жылу беріп жанамын. Қыстың күні үйлеріңді жылы етемін. Зауыттар мен станцияларға қуат беріп, адамдарға көп пайдасын тигіземін. Электр. Мен электрмін, жарық болып жанамын. Үйдегі көп құрылғыны қозғалтатын боламын. Теледидар, телефон, пойыз бәрі де менің күшім арқылы жұмыс істеп тұрады. Көмір. Дегенмен, менсіз жылу болмас қыста. От болып жанамын. Әрбір үйде әр тұста. Электр. Ал мен болсам, жарық беріп, өмірді жеңіл етем. Сондықтан екеуміз де адамға қажетпіз деп білемін. 7-ші тапсырма қолдан. Бұлар қандай тәсілмен жасалған кейіпкерлер? Балалар, жаңағы көмір және де электр қуаты, бұның барлығы кейіптеу тәсілмен жасалған кейіпкерлер. Себебі олар жаңағы жансызға жан бітіріп сөйлеп тұр, яғни көмірдің атынан біреусі, екіншісі электр қуатының атынан сөйлеп тұр. Сондықтан да олар кейіптеу тәсілмен жасалған болып саналады. Қорытындыла. 8-ші тапсырма. Электр мен көмірдің айтысындағы негізгі қандай? Балалар, айтыстың негізгі адамға электр мен көмір екеуі де қажет, бірақ әрқайсының өзіндік артықшылығы бар. Көмір жылу береді, электр жарық пен құрылғыларды іске қосады. Сондықтан энергия көздерін үнемдеп пайдалану маңызды дегенді түсіндіру болды. Үй тапсырмасы. Кестені толтыр, сұраққа жауап дайында. Үнемдей білесіз бе? Отбасында соңғы айда қанша электр қуаты жұмсалды? Алдыңғы айда қанша жұмсалды? Айырмашылығын, артық кемін анықта. Қандай қорытындыға келдің? Балалар, бұл кестені біз мысал ретінде толтыратын болсақ, отбасындағы соңғы айда электр қуатын пайдаландық. Мысалы, 120 киловатт деп алайық, ал алдыңғы айда біз 100 киловатт пайдаландық дейік. Енді айырмашылығын табатын болсақ, айырмашылығы 20 киловатт артық пайдаланған болып тұрмыз осы айда, Яғни балалар, бұдан шығатын қорытынды электр қуатын үнемдеу керек, артық пайдаланбау керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.